Бүгін бірліктер туралы айтам. Яғни 1-і, 10-ы, 19-ы, 28-і күні туылған адамдар. Бұл адамдарда күннің энергиясы бар. Бұлар өте шуақты адамдар, целеустремленный адамдар. Бір мақсат қойып, сол жетістікке тез жететін адамдар. Өте ақылды, решениені, шешімді тез қабылдайтын адамдар. Эгоизм бұларда больше, чем у других. Бұларда слово «мы» деген жоқ, слово «я» деген бар. Мен бітірдім, мен істедім, мен шештім деген сияқты әңгімелер көп айтады. Мақтағанды жақсы көреді, решение тез қабылдайды. Бұлардың, бұл бірліктердің бір-бірінен айырмашылықтары бар. Именно бірі күні туылғандарда эгоизм больше, чем у других бірліктерде. 10 күні туылғандарда мягкость больше, чем у других. 19 күні туылғанда көкіректік больше, чем у других. И осылардың ішінде ең слабый бірлік 28 күн туылғандар. Любой адамда переломный бір состояние болады, я? Сол переломный состояниеда басқа бірліктер өте сильный, тез тұрып, тез арғарай кетіп, басқа шешім қабылдап жылжып кетсе, мына 28-діктер орнынан тұру өте қиын болады. Өте депрессивно, жаңағыдей немен апатия состоянияда болып қалады бұлар. Бұларға поддержка керек. Сондықтан 28-діктер бірліктердің ішіндегі ең слабые. Енді от меня совет бірліктерге. Бірліктер өзінің жақсы көретін адамдарына, ол туысқан болсын, кім, любой адам, өзіне ұнайтын адамдар болса, ұнайтын адамдарына ғана шуақ шаша алады. Шуағын шашып, жылулық бере алады да. Өздерінің жақтырмайтын, жаман көретін адамдарына өте суық, қатал, көкірек болып көрінеді. Вот соны айтам сіздерге. Шуақты сіздер адамды талдап бөлмей, бәріне бірдей шашсаңыздар шуақтарыңызды, күн энергиясын бәріне бірдей берсеңіздер, сіздерден асқан бақытты, сіздерден асқан бай адам болмайды бұл өмірде. Сондықтан соны үйрену керек сіздерге, бірліктер. Бәріне бірдей жылу көрсете біліңіздер. Сосын айтайын, злопамятность көп бірліктерде. Осы злопамятность сіздердің жолдарыңызға кедергі болатын злопамятность. Сіздер біреу сіздің алдыңызды кесіп өтсе, соны ешқашан ұмытпайсыздар. Соны ол адам сізден кешірім сұраса да, кешірдім деп айта салуыңыз мүмкін, бірақ глубине души кешірмейсіздер сіздер. Вот соны кешірімшіл болуды үйреніңіздер.